Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыз математика 2-ші сынып. Менің сабағым көрден алды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыз 92-ші сабақ. Шамалар арасындағы тәуелділікке берілген есептер. Сен шамалар заттың бағасы, саны және құны арасындағы тәуелділікке берілген есептерді шығаруды үйренесіңдер. Бірінші есеп, есепті шығар. А тапсырмасы. Ардақ бағасы 9 теңге тұратын 3 шар сатып алды. Ал осы сатып алған заттарына неше теңге төледі? Неге берді? Сызбасы берілген балалар. Бұған шарты деп аламыз. Шарты бір шар 9 теңге. Шар саны 3. Барлығы неше теңге төледі? Шешуі 9 көбейтілген 3 тең 27. Жауабы ол сатып алған заттарына 27 теңге төледі. Бұл жерде А тапсырмамыз заттың бағасын заттың санына көбейттім. Сөйлем толықтыру керек. Заттың құнын табу үшін заттың бағасын заттың санына көбейттім деп жазамыз балалар. Келесі есебіміз, екінші есеп. Дәл осы ұқсас есеп. А тапсырмасында Ардақтың 27 теңгесі бар еді. Ал осы ақшаға 9 теңгелік неше шар сатып алады? Енді біз санын табуымыз керек заттың. Шарты бар 27 теңге. Шар 9 теңге. Неше шар? Шешуі 27-ні бөлеміз 9-ға. Тең 3 болады. Жауабы 3 шар сатып алды. А тапсырмасында заттың санын табу үшін заттың құнын заттың бағасына бөлдім дейді. Дәл осылай жауабын жазып қоясыздар балалар. Келесі есеп, дәл осы ұқсас есеп болды. А тапсырмасында Ардақ бірдей бағамен 3 шар сатып алды. Ол сатушыға 27 теңге төледі. Бір шар неше теңге тұрады? Бір шардың неше теңге екенін табу керек. Мұнда сызба түрінде берілген балалар. Сызба түрінде жазсаңыздар да болады. Шарты А тапсырмасының шар 3 төледі 27 теңге. Бір шар қанша? Шешуі 27 бөлінген 3 9 болады. Бір шар 9 теңге тұрады екен. Енді заттың бағасын табу үшін заттың құнын заттың санына бөлдім. Дәл осылай тапсырманы жазып қоясыздар балалар. Келесі есебіміз, төртінші есеп. Зерттеу шамалардың белгісіз мәндерін тап дейді. Дәптер сызғыш ұштағыштың құнын, санын, бағасын табамыз. Мысалы, дәптер 30 теңге екен бағасы, саны 3 екен. Оның құны қанша? Яғни біз көбейтеміз 30-ға 3-ті. 90 болады. Сызғыш саны құны 800 теңге, саны 8. Ал бағасы қанша? 808-ге бөлеміз, 100 болады, бағасы 100 теңге. Ал үштағыш, қалам үштағышымыз бар, яғни соланы бағасы 600 екен, құны бағасы А теңге депті, оның саны депті. Біз үшін Аны кез келген сан деп алсақ, 600-ді бөлеміз сол санға. Сол кезде саны шығады екен балалар. Дәл осылай жазып қоясыздар. Келесі есебіміз 5-ші тиісті амалдар таңбасын қой. Мысалы, 3-ке неш қоссақ па, әлде алсақ, оннан кіші болады. 3-ке 4-ті қоссақ, 7 болады. Ол оннан кіші деген белгі. Ал 10, 2 және тең 5. 10-ды 2-ге бөлсек, әлде көбейтсек 5 мен 2 жақ тең болады. Яғни бөлу керек. 10-ды 2-ге бөлсек 5 болады. 5-ке 5 тең болады. Бұл жақта да дәл осындай. 36 бөлінген 9, 4 болады. 4 кіші болады 5-тен. Сол үшін үлкен мән қоямыз. Мына жерде барлығын жазып қойдым балалар. Көшіріп жазып алыңыздар. Келесі есебіміз 6-шы есеп. Бұл жерде шарт әрқайсысы, анам әрқайсысы 200 теңге тұратын 4 кәдесый сатып алды. Анам осы кәдесыйларды неше теңгеге сатып алды?
Осы есепке кері есептер құрастырып, әрқайсысы 200 теңге деп аламыз. Кәдесый 4-еу, барлығы қанша? Шешуі 204-ке көбейтеміз 800, жауабы 800 теңгеге. Енді осыдан кері есеп шығарамыз. Барлығы 800, әрқайсысы 200 деп аламыз. Неше кәдесейді? Кәдесейдің санын анықтаймыз енді. Шешуі 800-ді 200-ге бөлсек 4 болады. Жауабы 4 кәдесей. Бұлар бір-біріне кері есептер деп аталады. Келесі 7-ші аттығуымыз, 7-ші есебіміз теңдеулерді шеш. Бұл жерде x-тің мәнін табуымыз керек. Бірінші жақшаны шығарамыз, 81 болады. X-ті 92-ден 81-ді алсақ, 11 болады. 11-дің мәнін x-тің орнына қойып шығарамыз, сонда 92 болады, екі жақ тең болады. Ал келесі есебімізде s бөлінген 4 тең 9 болады. S табу үшін 9-ды 4-ті көбейтеміз 36, 36-ны 4-ке бөлсек 9 болады, екі жақта мән бірдей болады, 9 болады екен. Келесі есебіміз 8-ші есеп, есептің шешуін жаз дейді. Ағам 900 теңгеге бірнеше кітап сатып алды. Егер бір кітап А теңге тұрса, онда ағам неше кітап сатып алды дейді. Шарты дейді, барлығы 900. Бір кітап А деп аламыз. Кітаптың өзі неше кітап екенін анықтаймыз. Кітап қанша екен? Шешуі мұны 900 бөлінген А деп аламыз. Сонда жауап. Мысалы, Аға кез келген сан 2 қойсақ, 3 қойсақ, 900-ді 3-ке бөлсек тең болады, 300 болады. Сол үшін осылай А деген әріп болғандықтан осылай есепті қалдырамыз. Келесі көкөністердің құнын анықта дейді. Баялды 200 теңге, сәбіз 200 теңге, 400 теңге болады. Орам жапырақ 400 теңге, орам жапырақ 200, қызылшай 700, жалпы 900 болады. Ал баялды мен орам жапырақ 200-200-ден 400 болады. Ал сәбіз бен қызылшай екеуі 200-700 болады. Қоссақ 900 болады. Оның енді осы сәбіз бен қызылшаның құнын таптық. Бұл 900 екен. Осымен балалар сабағымыз аяқталды. Менің каналымды тіркеліп лайк басып комментарий жазыңыздар. Келесі сабақтар жіберіп алмау үшін қоңырауша түймесін басып қойыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.